Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте жұмсақ болып шығатын пиццаның рецептімен бөлісемін. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Және де қазақша каналдың дамуына үлесіңізді қосып жіберіңіз. Алдымен керек заттарымыздың барлығын да дайындап аламыз. Таза құрғақ ыдысымызды алып, 1 стақан жылы суымызды құямыз. Және де құрғақ ашытқы қосатын боламыз. Егер балғын ашытқы болса, тіптен жақсы. Құрғақ ашытқыдан 1 шай қасық қосып, және де қантымызды, тұзымызды қосып, венчиктің көмегімен ерігенше араластырып аламыз. Бірінші ашытқымыз толық еру керек, сосын барып 1 шай қасық қантымызды қосамыз. Мұны да қанты ерігенше жақсылап тұрып араластырып аламыз. Суымыз жылы болу керек. Енді жарты шай қасық ас тұзын қосамыз. Оны да ерігенше жақсылап тұрып араластырып аламыз. Видеода толық түсірілген, көрсетілген. Осы бойынша жасасаңыздар, сіздердің қамырларыңыз өте жұмсақ болып шығады. Егер сізге видео ұнаған болса, каналға тіркеліп қойыңыз, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Қазақша каналдың дамуына аздап болсын үлесіңізді қосып жіберіңіз. Таразыға қойып қойдым. Егер сіздерде таразы болмаған жағдайда 10 шай қасық сұйық май құямыз, немесе ас қасықпен 5 ас қасық құйсаңыздар болды. 25 грамм сұйық майымызды құямыз. Арнайы таразымен өлшеп алдым. Сіздер шамамен қасықтап құйсаңыздар жеткілікті. Егер сіздерде зәйтүн майы болса, тіптен жақсы, зәйтүн майын қосып жіберіңіздер. Менде ондай болмағандықтан тек сұйық маймен жасадым. 25 грамм сұйық майымызды қосып, мұны да венчикпен әбден араластырып аламыз. Сосын алдын ала електен өткізіліп қойған ұнымызды қосамыз. Мен описание бөліміне барлық граммдарын жазып өтетін боламын. Ұнды шамамен 350 немесе 400 граммдай ұн қосамыз. Мен әрине көз мөлшерімен ұнды қосып жатырмын. Електен өткізіп алу керек міндетті түрде. Сіздер алдын ала өткізіп алғандарыңыз дұрыс. Қамырымыз қою болғанша ұнды қоса отырып, қамыр елейтін боламыз. Алдымен аз-аздан қосып отырып, елеп көреміз. Бірден көп қосып жібермеңіздер, қамырларыңыз қатты болмау керек. Қамырды тым қатты қылып елемейміз, қолға жабысатындай етіп, жұмсақ қылып елеміз. Видеода ұзақ түсіріліп көрсетілді. Сіздерге түсінікті болу үшін тым көп қысқартпадым. Барлығы да толық көрсетілген. Алдымен венчикпен араластырып алдым, немесе шанышқымен араластырып алыңыздар. Үстінен тағы да ұнымызды електен өткізіп алып, қолымызбен қамыр елейтін боламыз. Менде шамамен 450 граммдай ұн кетті. Пиццаның қамыры жұмсақ болу үшін міндетті түрде сұйық май немесе зәйтүн майын қосуға болады. Зәйтүн майы болмаған жағдайда сұйық маймен алмастырсаңыздар болады, мен секілді. Осында етіп қамыры еліп шығатын боламыз. Тым қатты еліп жіберуге болмайды. Пиццаның өте әдемі болып шығуы ол сырмен және қамырына байланысты. Сол себепті де қамырымызды асықпай, мүмкін болса 15 минут, 12-15 минуттай елеп алған дұрыс. Мен әбден елеп алдым. Арасын тіптен ашып-ашып елесеңіздер де қамырларыңыз өте әдемі болып шығады. Арасындағы түйіршіктер қалып кетпеу керек. Қолымызбен жақсылап тұрып елеп аламыз. Енді үстінен аздап қана сұйық май тамызып жібердім. Енді осыны маймен әбден елеп алып, сосын оны жарты сағатқа 40 минутқа қойып қоямыз.
Салафанымызға орап жылы жерге қойып қоямыз. Кішкене көтерілу керек біздің қамырымыз. Май құйған соң видеода көрсетілгендей тағы да 5-6 минуттай әбден елеп алдым. Біздің қамырымыз өте әдемі болу үшін әрі нәзік болады. Ерінбесеңіздер тіптен 15 минуттай әбден елеп алғандарыңыз дұрыс. Қамырымызды салафанға орап жарты немесе 40 минутқа қойып қоямыз, жылы жерге кішкене көтерілгенше. Біз енді салмасын дайындайтын боламыз. Керек заттарымыздың барлығын алдын ала дайындап қоямыз. Осындай сулугини сырын пайдаландым. Моцарелла сырлары немесе комо кантри сырларын пайдалансаңыздар тіптен жақсы. Үкіштің ірі көзімен осындай етіп өткізіп аламыз барлығында. Сырдың барлығын үкіштің ірі көзімен өткізіп алдым түгелімен. Енді біз соусын дайындайтын боламыз. Мен осындай чили кетчупын пайдаландым. Үйдегі бар затты немесе классикалық кетчупты қоссаңыздар болады. Бұл чили сәл ашылау болғандықтан осыны пайдаландым. Және де үстінен майонезімізді қосып алдын ала дайындап қоямыз. Тек қана кетчуптың өзін қоссаңыздар да болады, ол да әдемі дәм береді. Немесе қызанақпен жасасаңыздар да болады. Мен алдағы уақытта қызанақпен жасалу жолын көрсететін боламын. Біз соусымызды дайындап қойдық. Енді біз салмасына көшеміз. Салмасына кез келген затты пайдалансаңыздар болады. Әркім өзінің қалауы бойынша жасайды. Мен үйдегі колбасаны турап бетін сәндейтін боламын, немесе кез келген заттарды қойып өз қалауыңыз бойынша әсемдеп сәндеп пицца жасасаңыздар болады. Шұжық деп айтамыз. Шұжықты осынша дөңгелекте етіп турап аламыз, немесе үйде қызанақ болса қызанақты да қосып істесеңіздер өте керемет болып шығады. Біздің қамырымыз дайын болды. Жарты сағат 40 минутымыз өтті. Енді бұл қамырды екіге бөліп 2 пицца шығаратын боламын. Бірінші алдымен дөңгелектеп алып, осындай қолымызбен жайғастырып шығамыз. Одан кейін оның үстінен аздап қана сұйық майымызды тамызып жібереміз де, қолымызды майлап алып, қолымыздың көмегімен қамырымызды жұқалап етіп жайып шығатын боламыз. Өте жұқа етсеңіздер, пиццаларыңыз сонда өте керемет әрі дәмді болып шығады. Егер қолмен жасай алмайтын болсаңыздар, оқтаудың көмегімен жайып жіберсеңіздер болады. Осындай етіп қолымызды майлап, екі жағын аудара отырып, қамырымызды созып шығатын боламыз. Шет-шетіне кішкене ғана бортик шығарып, өте әдемі етіп шығарып аламыз. Егер сізге видео ұнаған болса, каналға тіркеліп қойыңыз. Түрлі тағамдардың рецептін таба аласыздар, және де алдағы уақытта бұдан да керемет тағамдардың рецептімен бөлісетін боламын. Енді ыдысымызға пергамент қағазын алдын ала төсеп қоямыз. Қамырымызды жайғастырып шығамыз. Мұнда да мысал аздап жайғастырып дөңгелек етіп формаға келтіріп аламыз. Пешімізді алдын ала 250 градуста қыздырып аламыз. 15-20 минут қыздырып алғанымыз дұрыс. Енді 2-3 ас қасықтай соусымызды қойып әбден жағып шығамыз жан-жағына. Одан кейін барып салмамызды салатын боламыз. Түгел барлығында жайып шықты мен соусымызды. Енді сырымыздың жаңағы өткізілген сырымызды жан-жағына жағып, бірыңғай етіп салып шығатын боламыз. Арнайы пиццаға арналған сырлар болады, соны пайдалансаңыздар, сіздердің пиццаларыңыз созылып, ауызда еритін болады. Мен үйдегі бар сырды пайдаланып жатырмын. Бұл аса қатты созылмайды. Енді сырымыздың үстінен шұжықтарымызды сәндеп шықтық. Енді екінші пиццамызды жасауға кірісіп жатырмын. Мұны да қолымызбен әбден жайып шығамын. Қолымызды аздап қана майлап жіберіп, екі жағына аудара отырып, қамырымызды созып жайып аламыз.
Осындай тәсілмен жасаған өте оңайырақ болады. Қолыңызды аздап майлап алып, осылай жайып шықсаңыздар, пиццаларыңыз жұқа, өте әдемі, сәнді болып көрінеді. Негізінде оқтаумен жасасаңыздар да болады, одан сәл қаттылау болып шығады қамырларыңыз. Осындай тәсілмен жасап көрсеңіздер, сіздердің қамырларыңыз жұмсақ болып шығады. Мұны да ыдысымызға салып алып, шет-шетіне кішкене бортик шығарып, қамырымыз өте жұқа болды. Енді салмаларымызды саламыз. Менде шұжық қалып қойғаннан кейін осыны екінші пицца жасайтын боламын. Немесе шұжықпен қызанақ араластырсаңыздар да болады. Алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз 15-20 минут бұрын. Енді 250 градуста пиццаларымызды 15-20 минутта пісіріп аламыз. 15 минуттан кейін ала берсеңіздер де болады. Егер 25-30 минутқа созылып кететін болса, пиццаларыңыз күйіп қалады. Осындай сарғыш түс болғанша пісіріп аламыз 20 минутта. Қамырымыз өте жұқа, өте әдемі болды. Осындай рецептпен жасап көрсеңіздер, қамырларыңыз өте керемет болып шығады. Егер сізге видео ұнаған болса, каналға тіркеліп қойыңыз. Алда жақсы рецепттер болады. Видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыра өтіңіз.